Ал құрметті команда, менің көлігімде бүгін платиновый менеджер, скоро директор ашайын деп отыр. Қанша каутпен істеп жатсыз? Есіміңіз кім болады? Менің есімім Алмаш, Алматы қаласынан боламын. Ең басында мен осы компанияға чисто бизнеске келгенмін. Маған продукция керек емес болды. Ұқпады мен продукцияға. Қандай не үшін екенін. Но мынандай жағдай болды, что үлкен балам, осы кіші балам көзінен бір ұрады да, көзі косоглазия болады. Мына балаңыз қасыңызда Иә, осы балам. Осы баламның ұрған кезде көзі косоглазия болады. Сосын біз бір 10 күнге больницаға жатқызырамыз. Сосын төлемей тұрсыналыға платныйға қаратамын. Бұл жерде где-то 450 мың теңге просто так суда кетті. Бір айдың ішінде. Плюс жолым бар, нем бар, 500 мыңдай кетті. Сосын бізге 6 айдан кейін операцияға келесіздер деді. Хорошо дедім. Боламын мен өзім баламды емдеймін дедім. Осы продукция Ляззат ханым деген врач бар бізде. Сол кісіге хабарласам, ол кісіге видео түсіремін, балам не істеймін, не қыламын деп. Сосын ол кісі нетеді. Айтады, отличное зрение и плюс спирулина беріңіз деді. Отличное зрение, спирулинаны бердім мен. 6 ай бойы бердім. 6 айдан кейін бардым неге институтқа. И врачтың өзі шок болды, сіздер не үшін келдіңіздер деп. 6 айдан кейін бәріміз отырған ғой. Не үшін келдіңіз деп, сосын қағаздарында келдім, сіздер 6 айдан кейін бізге неге келесіздер деп, жаңағы операцияға келесіздер деп айтыңыздар деп. Мына операцияға сұрағаны 601 бәле мың теңге, қазір есімде жоқ. Ол 2 жыл бұрын болған. Сөйтіп бизнес бастап кетті. Аллаға шүкір. Молодцы. Өзіңіз енді секрет деп отырсыз ғой, госслужащийсіз негізі. Иә. Бірақ бизнеске келдіңіз, Құдайға шүкір. Жеті аккаунтпен істеп жатсыз ба? Мен жеті аккаунт істеп жатырмын. Өзімнің атынан кірген жоқпын. Бизнес оқығаннан кейін декларация тапсырамыз, оқымайды сол үшін. Өзім жеті аккаунтпен жұмыс істеп жатырмын. Ата, енем, кім бар бәрін, короче, аккаунтпен істеп жатырмын. Сол солардан ақша алып отырмын. Олар жақта қыдырып барып келеді. Декреттегі анасында балаңыз? 6 балам бар. О, классно. Ең соңғысы. Скоро директор ашайын деп отыр екен. Алла бұйыртса, иә. Құдай қаласа. Есіміңізді қайтадан айтып беріңіз? Алмаш есімім.